Сәлем достар, мен бүгін көбейту кестесін қалай оңай түрде шығару керек екенін айтатын боламын. Мен сіздерге көріну үшін әдейі осылай үлкен қылдырып жаздым қазір. Енді біз былай жаза береміз. Кәдімгідей өсу ретімен сандарды. 0, 1, 2, 3, 4. Міне 4ке дейін жаздық. Енді ары қарай 5, 6, 7, 8, 9. Қалай достар? Бұл дұрыс па? Қазір біз дәптердің артындағы көбейту кестесімен тексеретін боламыз. Міне достар, бұл дұрыс па? Тоқта. Бізде мынандай жерде 9 болып шықты ма? Иә, 9 болып шықты. Мұнда 18 болып шықса. Дұрыс, 18, мұнда 27, мұнда 36, мұнда 45. Мұнда 27, мұнда 36, мұнда 45. Дұрыс. Достар, бұл қалай?